Буын аурулары және оны емдеу жолдары. Буындар адам қаңқасын бір жүйеге біріктіреді және сүйектерді қорғап, қозғалыс кезінде амортизатор іспеттес қызмет атқарады. Адамның қимыл қозғалысында маңызды рөл атқаратын буындардың да зақымдалып, күнделікті тіршілікті күрделендіретін жағдайы жиі кездеседі. Сондықтан буын аурулары және оларды емдеу жолдары туралы білу артық етпейді. Буын қаңқаның екі немесе одан да көп сүйектерінің қосылуы. Түсінікті тілмен айтқанда, буын бұл көлемі, сипаты және еркіндік дәрежесі бойынша әртүрлі қозғалыстар жүзеге асыратын үйкеліс түйіні. Кейбір буындар қозғалмайды. Мысалы, құйымшақ пен жамбас сүйектері арасындағы буындар қозғалыссыз тұрады. Басқа буындар иық сияқты үлкен және күрделі қозғалыс ауқымын қамтамасыз етеді. Адам буындары қай жерде орналасқан? Буындар бүкіл адам денесін қамтып тұр. Олар бас сүйегі, аяқ-қол, омыртқаның сүйектері бір-бірімен байланыстырады. Бір ғана саусақтарда 20 буын болса, бүкіл денедегі буын саны 360-тан асады. Адам ағзасындағы ең үлкен буын тізе буыны болып табылады және оның атауы айтып тұрғандай, ол тізеде орналасқан. Ең кішкентай буын құлақта орналасқан. Ол ұсақ сүйектері, атап айтқанда балғашық, үзеңгі және төстікті біріктіреді. Адам буындарының құрылысы. Әрбір буынның түзілуіне қатысатын буын беттер болады. Буынның қызметі. Буындар тірек және қозғалтқыш қызметіне маңызды рөл атқарады. Енді буын ауруы болған жағдайда оны қалай емдейді? Буын аурулар кезінде әртүрлі емдеу әдістері қолданылады. Ол өмір сүру салтын өзгерту, дәрі-дәрмек терапиясы және ота жасауды қамтиды. Ең біріншісіне тоқталсақ, өмір сүру салтын өзгерту. Буындарды емдеу бойынша ұсыныстар әрқашан өмір сүру салтын өзгертуден басталады. Ревматолог дәрігер Анна Тарасованың айтуынша, дәрігерлер артық салмаққа үнемі назар аудартады. Майлы тіндердің шамадан тыс болуы денеде, соның ішінде буындарда қабынудың жоғары деңгейіне ықпал етеді. Бұл сонымен қатар аяқтардағы буындарға қосымша жүктеме болады. Темекі шегуден бас тартудан маңызды. Аяқ буындарындағы ауырсыну кезінде табанның ортопедиялық түзетуіне ерекше назар аударылады. Буындарға түсетін жүктемені азайту үшін арнайы төсеніштер, саусақаралық корректорлар, ыңғайлы аяқ киім қолданылады. Физикалық жүктеменің дұрыс болуы өте маңызды. Буындар үшін қозғалыс пайдалы, бірақ қосымша жарақат алмау үшін қозғалыс шамадан тыс болмауы керек. Жеке оңалту кешенін таңдау үшін емдік дене тәрбиесі дәрігеріне жүгінген дұрыс. Аяқтағы зақымдалған буын жүктемесін уақытша жеңілдету үшін таяқ немесе балдақ қолдануға болады. Үй жағдайында буындарды қалай сау сақтауға болады? Буындарды сау ұстауға көмектесетін бірнеше қарапайым, бірақ тиімді әдістер бар. Қалыпты салмақты сақтау. Жоғарыда айтылғандай, артық салмақ буындарға жүктемені арттырады да, бұл буындардың зақымдалуына келуі мүмкін. Дұрыс тамақтану. Белгілі бір минералдар мен витаминдердің жетіспеушілігі немесе артық болуы сүйек пен буын ауруларының қаупін арттырады. Ыңғайлы аяқ киім кию. Аяқты қысатын аяқ киім, қатты табан, тым биік және тұрақсыз өкше буындардың шамадан тыс жүктелуіне және олардың бұзылуына келуі мүмкін. Орташа физикалық жүктемелер орындау. Темекіден бас тарту. Буында ақау бар екенін қалай түсінуге болады? Буын патологиясы ең алдымен ауырсынумен байқалады. Ісіну, қызару, қиын қозғалады, тұрақсыздық сезімі, сықырлау қосылады. Дегенмен буындардағы сықыр көбінесе ауруды білдірмейді және қалыпты жағдай болып табылады. Қандай буын ауруы жиі кездеседі? Ең жиі кездесетін буын ауруы бұл артроз. 2019 жылы бұл аурудан әлем бойынша 527 миллион адам зардап шеккен. Буын ауруы кезінде ағзада не жетіспейді? Бір қызығы, буындардағы ауырсыну жетіспеушіліктен емес, шамадан тыс болуымен байланысты болады. Көбінесе бұл буында жиналып артриттің жедел ұстамасын тудыруы мүмкін, артық несеп қышқылы болады. Сонымен қатар буындарда кальций пирофосфаты секілді басқа да тұздар жиналуы мүмкін. Буын ауруларын қай дәрігер емдейді? Буын ауруларымен бірінші кезекте ревматолог айналысады. Дегенмен бастапқы диагнозды жалпы тәжірибе дәрігері немесе ортопед травматолог анықтайды. Денсаулығыңыз мықты болсын.